Ашығын айтып қойын, өлкөдөгү коррупция біз ойлағандан да кеңірі құшағын жайған. Азымда фактылар шықты, уғасыңа жақында. Дағы фактылар шығады. Біз қоғамды тазалабай тұрып коррупциядан, біз мемлекетті өніктіре албайбыз. Бұны әркім түсінуі керек. Бұл да бір президент, құқық қорғау органдары емес, бұл жалпы елдің іші болуш керек. Мен айттым ғой, коррупционер мақтанып алып, арабызда жүрбеш керек. Коррупционер қорқыш керек ел арасында жүргенге. Білініп қалсам, жауапқа тартылам деп қорқыш керек. Елдің өрескісін ұрдағандар қайра бере тұрған болуш керек. Коррупция менен күреш тоқтабайды. Ал менің президенттік имелетіндегі ең артық сұқты бағыт. Бұны менен күреш мөйінше. Ойлап алда біз мемлекет өніктіре албайбыз.